Қымбаттым, сәлем. Әрқашан армандар картасын толтырамын, аффирмацияларымды жасаймын, блокнотқа өзімнің армандарымды тізіп жазып қоямын, бірақ оларға қол жеткізген жоқпын, орындалмайды. Осы не себептен болады? Оларға қол жеткізу үшін не істеу керек? Деген сұрақтарды бүгін талқылаймыз. Есімім Ақбота Бекмұрат, толық циклды имиджмейкермін. Яғни адамның мықты қабілеттерін пайдалана отырып, оның стилін, жеке брендін қалыптастырып, оны бірнеше еселенген табысқа шығару. Алғашқы мамандығым бойынша мен техника ғылымдарының магистрымын. Сондықтан маған кез келген нәрсенің ғылыми негізделген дәлелі болу керек. Көп адамдар армандар картасын толтырып жатады, өзінің армандар блокнотын толтырып жатады, біреуінде орындалып жатады, ал біреуінде жоқ. Сонда менің ойыма бір ой келді. Енді басқа адамдар істеп жатса, біреу істеп жатыр ғой, біреудің адамның істегенін басқа адам істей алады. Бірақ бұл жерде қандай әрекет жасау керек? Осы сұраққа мен жауап іздедім. Менің қолыма осы кітап түсті. Алан Пиздің «Ответ» деген кітабы. Бұл жерде жалпы арманды қалай армандау керек, оған қалай қол жеткізу керек, вообще арман дегеннің не екені туралы талқыланады. Кез келген саналы ересек өзінің өміріне толықтай жауапкершілікті өз мойнына алған адам үшін арман мен мақсат екеуі бір. Немесе арман деген сөздің орнына ересек адам мақсат деген сөз қолданады. Осы кітапта миды зерттеген. Мимен, бас сүйекпен жаңағы жұлынның, мойындағы жұлынның екеуінің қосылған жерінде ретикулярды активтеуші жүйе, ретикулярная активирующая система деген бір мидың бөлігі болады. Яғни адам өзінің алдына мақсат қойып, оны қағазға түсіріп, оны бірнеше сатыларға түсірген кезде, сол адамның алға қойған мақсаттарына миының сол осы жердегі бөлігі жауап береді екен. Және сіз алдыңызға сол мақсатты қойған кезде, ол ми сізге жұмыс істей бастайды да, айналадан сол мақсатыңызға жетуге мүмкіндік беретін ситуацияларды іздей бастайды. Әртүрлі адамдармен танысты, әртүрлі орталарды іздей бастайды. Солай ми сіздің мақсатыңызға қызмет жасайды. Сіздің мақсатқа жетуіңізге көмектесуді бастайды. Сонда көптеген мысалға тіпті стильден болсын, стилін өзгерткісі келетін адамдар маған келген кезде, мен шаблонмен кез келген адамды киіндіре алмаймын. Яғни ол адам келген кезде сіз не қалайсыз, ол киім қандай мақсатқа керек, жалпы бұл киім арқылы қандай нәрсеге қол жеткіңіз келеді деген кезде көбісінде жауап жоқ. Себебі біз мейлі ол адам 30-да болсын, 40, 50, 60-та болсын, өзінің мақсаты жоқ адамдар кездеседі. Яғни мақсат ол сырттан келген адамдардың, сізге әсер еткен адамдардың, былайша айтқанда навязанный дейді ғой, ілінген мақсат емес, өзіңіздің ішкі мақсатыңыз болған кезде ғана ол мақсат сізге жұмыс істеп, оған жетуге мүмкіндік бере бастайды. Мысалы, біз әлеуметтік биологиялық түрміз, яғни біз жеке дара өспейміз, қоғаммен бірге дамитын биологиялық түрміз. Сондықтан кішкентай кезімізден бастап қоғамда өскендіктен бізге айналадағы адамдардың пікірі, ойы әсер етеді. Тіпті кішкентай кезде, мысалы, көп адамдар армандайды. Өскен кезде, мысалға, ересек болған кезде, мамандық таңдаған кезде де көп адам өзінің қалаған мамандығына оқуға түсе бермейді. Тіпті жұмыс істеп жүрген кезде де сенің арманың қандай десе, мен білмеймін, немесе мен тіптен басқа саланы армандаған едім. Ал қазір мына жерде тұрақты табыс көзі болғандықтан жүрмін деген комментарийлер естисіз. Стильде де тура сондай. Адам өзінің шынайы не кигісі келетінін білмейді. Кез келген нұсқадағы киімдерді, фасондарды көрсеткенмен адамға ештеңе ұнамайды. Немесе адам таңдай алмайды, ұзақ қарайды. Мынау да нормальный сияқты, мынау да дұрыс сияқты, мынау да дұрыс сияқты, білмеймін деп тұра береді. Сондай адамдар көп кездеседі.
Бұның себебі біз кішкентай кезден бастап басқалардың пікірін көп тыңдағаннан, немесе қой ол ұят болады, қой ол одан ештеңе шықпайды, ол кімге керек деп ойлайсың, ол қызық емес деген сияқты әртүрлі пікірлерді естіген кезде біз өзіміздің мақсатымызға келе жатқан жолдан ауытқи бастаймыз. Сонымен Б пунктіне келген кезде біз тіптен басқа адам, басқа нәтиже, басқа мақсаттық жолмен жүрген болып шығамыз. Сондықтан адам өзінің мақсатына, өзінің ішіндегі шынайы мақсатына келіп оралған кезде ғана ол өзінің дұрыс жолына түсе алады. Осы кітапта өзіңіздің шынайы мақсатыңызды анықтауға арналған мықты практика бар. Мен соны өзім жасап көрдім және нәтижесін мені шоқ қылды. Мен шын таң қалдым. Мен өзімді саналы, өзімнің жолымда жүрген, өзімнің не қалайтынды білетін адам ретінде танимын өзімді. Бірақ соның өзінде менде де кейбір армандар менікі емес болып шықты, мақсаттар. Мен оны қалай анықтадым? Бұл практиканың ережесі мынандай. Блокнотты аласыз, бір ай бойы күніге осы өзіңіздің мақсаттарыңызды жазып отыратын боласыз. Күніге жазасыз. Сонда бүгін жаздыңыз ғой, мысалға мақсатыңызды бүгін жаздыңыз. Ертең мақсатыңызды жазған кезде өткен күндердегі мақсаттарыңызды оқымайсыздар. Бірден бастап жаңағы өзіңіздің ойыңызға не келді, сол мақсаттарыңызды жаза бересіздер. Сонда менің таңғалғаным 10-шы күні мақсатты жазып болғаннан кейін мен блокнотымды ашып, бірінші күнде жазылған мақсатымды оқып көрдім. Сонда жаңағы бірінші күнде жазылған мақсаттарымның 2-3-еуі маған 10-шы күні қызық емес. Ол менің мақсатым емес, ол маған жан-жақтан адамдардың, қоғамның жаңағы қоғамның іліп қойған жаңа кішкене шатаспа мақсаттар болып шықты. Сондықтан мен оларды сызып тастадым. Солай 30-шы күні келген кезде менің мақсаттарым айқындала түсті. Мысалға мақсат жазған кезде сіздің миыңызда структура пайда бола бастайды. Сонда 30-шы күні жазған кезде мақсатты мен әрбір мақсатымды, әрбір пунктті оқып отырған кезде оған жету үшін мен қандай қадамдар жасауым керек, ол қадамдарға менің қандай қасиет, қабілеттерім көмектесе алады, соның бәрі маған жүйелі түрде өзінің орнына түсе бастады. Солай өздеріңіздің мақсаттарыңызды, шынайы мақсаттарыңызды анықтауға осы практиканы қолданып көріңіздер. Одан кейін айтып жатырмын ғой, жеке брендін дамытуға келген кезде де, мысалы адамдардан сұраймыз, сізге ол бренд болу не үшін керек деген кезде адамдар тағы да өзін танымайтынын көрсетеді. Немесе сіздің мықты қандай қабілеттеріңіз бар дегенді сұраған кезде де ол адам білмейді. Өзін, яғни танымайды. Ол неден болады? Ол кішкентай кезінен бастап әртүрлі жаңағы өзге адамдардың мақсатын, арманын өзіне сіңіріп, олардың пікірін өзіне ескеріп, солай өзінің жолынан бұрылып кеткен кезде адам өзінің мықты қасиеттерін, өзінің тұлғалық шынайы талаптарын, талғамын, алдына қойған мақсаттарын ұмытып қала береді. Сондықтан кез келген нәрседе жетістікке жету үшін ең бірінші адам өзінде болу керек. Орысша айтқанда заземляться нужно деп айтады, яғни өзіңізге қайта оралу. Сол кезде ғана сізде баланс болады да, сіздің әрбір іс-әрекетіңіз сізге шынайы рахат алып келеді, сізді өзіңіздің жолыңызда, өзіңіздің мақсатыңызға жету үшін жеңіл жетуге мүмкіндік береді. Сондықтан мына кітапты оқуға әрқайсыңызға кеңес беремін. Маған стилист ретінде де, жеке брендпен жұмыс жасайтын адам ретінде де, имиджмейкер ретінде де бұл кітаптың өте үлкен пайдасы тиді. Біріншіден өзімнің мақсаттарымды айқындап алдым, оларға жетудің жолын, структурасын сыздым. Екіншіден маған келген адамдардың талаптарын, сұраныстарын түсінуіме, оларды дұрыс бір сұрақтар арқылы өзіне қайта оралтуға мүмкіндік берді. Мен өзіме тағы да бір жаңа қабілет қостым, яғни мен адамдарды түсінуді игердім. Түсінуге деген тағы бір өзіме білім алдым.
Сондықтан өсемін деген өзінің алдыма нақты мақсаттар қойып, өзімнің мақсаттарымды қойып, өзімнің күшті өмірімді сүргім келеді деген адамдар үшін кеңес беремін, міндетті түрде оқып шығыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийде қалдырыңыздар. Тағы да бір қызығатын темаларыңыз болса, тағы да өздеріңізге қызықты тақырыптар болса да жазып кетсеңіздер болады. Келесі жолы талдаймыз.